Саламатсыңдар ма оқушылар, бүгін математика сабағынан көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындау тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма, есептеудің қалай орындалатынын түсіндір. Мұнда кейбір есептерді ауызша орындауға болады. Мысалға 14 мыңнан 14 мыңды алсақ 0 болады. 92 мыңнан 8 мыңды азайтамыз. Алдымен мына мыңдықтан мыңдықты азайтамыз. Мұндағы 2, мұнда 8, 9-дан 1 қарыз береміз. Солай 12-ден 8-ді аламыз 4, анау 8 қалады. Сонда 84 мың болады. Енді 253 мың 457 болса, бұнда жүздігі 4, 5, ондық және 7 бірлік. Сонда 457-ні азайтсақ 253 мың болады. Дәл солай біз ауызша есептей аламыз. Ал есептеудің дұрыс екендігін тексеру үшін мұнда осылай баған түрде арқылы орындасақ болады, мінекей. Енді келесі тапсырма. Екінші тапсырма, есептеудің қалай орындалатынын түсіндір және тексер. Ауызша есептеу оңай болса, сендер мысалғана жүздіктен жүздікті азайтып, артынан нөлдерін тіркеп жазсаңдар болады. Тексеру үшін баған түрде есептеп көрейік, немесе сабақ калькулятормен шығаруға байланысты, сол калькулятормен де тексеріп көрсеңдер болады. Мінекей. Есебіміз шықты. Енді келесі тапсырма. Ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгейін анықтады. Сол уақытта барлығы қанша адам мәтінді редакциялауда және электрондық поштаны қолдануды меңгерген есептеу қажет. Кестеден тағы қандай ақпараттарды алуға болады дейді. Мінекей, бізде мәтінді теру және редакциялауды меңгерген адамдардың саны 4.126.991, ал электрондық поштамен ғаламторда жұмыс істеуді меңгерген адамдар саны 2.493.122, ал басқа бағдарламаларды меңгерген адамдар саны 2.207.635. Дәл солай барлығы қосылған, ал оның ерлер және де әйелдер болып бөлінген жеке санағы да бар екен. Ақпараттармен таныстық, енді келесі есепті шығарайық. Төртінші тапсырма, есептеудің тиімді тәсілін түсіндір дейді. 450 мың 35-тен азайтамыз 999-ды. Бұл есептеудің оңай тәсілі. Мына 999-ды біз мың деп мыңға толтырып, яғни бір бірлікке. Сонда 450 мың 35-тен аламыз мыңды, сонда 499 мың 35 болады. Енді оған қайттан бірді қосамыз, сонда 499 мың 36 шығады. Мына 99-ды біз екі түрлі амалмен жазып тұрмыз. Бірінші мыңды азайтамыз, екіншісінде бірді қосамыз. Дәл солай мына есептерді орындайық. Мінекей балалар, бірінші 567 мыңнан 999-ды азайтсақ, ол есептеудің оңай жолы. Алдымен мыңға толтырып аламыздағыны 567 мыңнан мыңды азайтамыз, сонда мына сан шығады. Кейін осы санға бірді қоссақ, мінекей 566 мың 1 шығады. Былай есептесек те, былайынан есептесек те, есептің жауабы 1 болады. Міне екінші 765 мыңнан 100.999-ды азайтсақ, алдымен 2 мыңды азайтамыз, кейін оған бірді қосамыз. Бұлай тікесінен есептесек те, бұлайынан есептесек те, есептің жауабы 1 болады. Енді үшінші мысалымыздың жауабы осылай. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Енді келесі тапсырма. Есепте досыңа тексеруге бер. Қосуды қалай тексеруге болады, ал азайтуды қалай тексеруге болады. Бұл жерде барлығы нөлдермен жұмыс жасаймыз, және разрядтар бойынша бірлік, ондық, мыңдықтар болса, солай алып қосу амалдарын жүргіземіз. Енді есепті шығарайық. Мінекей балалар, 5-ші тапсырма. Көріп болсаңдар, енді келесі тапсырманы шығарайық. Нұрсұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскен калькулятордың көмегімен есептеледі. Өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қалада халық санын анықта. Мен қазір Нұрсұлтан қаласынанмын. Демек, мендегі
халық саны дәл осылай өзгермеген. Ал сендер басқа қаладан болсаңдар, оны интернет желісінен сол жылға халық сандарды алып, өздерің есептеу жүргізсеңдер болады. Алдымен қанша адамға көбейгенін табу үшін біз мында тұрған санды мынадан азайтамыз. 613.006-дан азайтамыз 328.341-ді. Сонда бізде шығады мына сан. Енді келесі 1.078.384-ден азайтамыз 613.006. Сонда бізде 465.378 адамға көбейген. Ал Алматы қаласы бойынша санақты көрсек, азайтамыз. Сонда 235.011 адамға көбейген 2009 жылға дейін. Ал 2009-дан 2019 жылға дейін 489.24 адамға көбейіпті. Енді келесі тапсырма. 8 таңбалы сан жас. Қандай цифрлар қолдандың? Ол цифрлардан ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандарды құрастыру қажет. Неке балалар, мен 9, 7, 0, 1, 5, 2, 1, 6 деген 8 цифр алдым. Енді осы цифрларды қолданып, ең үлкен және ең кіші санды жазу керек. Ең үлкен саны менде 97.015.216 болса, ең кіші саным 10.125.679. Сендерді дәл осылай кез келген санды немесе цифрды алып, ең үлкен және ең кіші санды жазасыңдар. Келесі тапсырма. Әріптермен қандай цифрлардың белгенін анықта дейді. Мұнда қарасақ, балалар, қосу белгіне Г. Сонда Г шығады. Енді біз қандай да сандарды қосқанда сол санның өзі шығатын сан, ол бізде 0. 0-ге 0-ді қоссаң 0 шығады. А дегеніміз аға қоссаң Г шығады делінген. Аны біз 5 деп аламыз. Сонда мына жерде бізде 10 немесе сондай секілді 0 мен аяқталатын сан шығу керек. Енді Б 1-ге тең деп аламыз. Б-ға Б-ны қоссақ, яғни 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Енді 2-ге 2-ні қосамыз, сонда Д болады. Д дегеніміз 4. Енді мына жердегі берілген сандарды мына жердегі әріптердің орнымен алмастырамыз. 5, 2, 1, 0. 5, 2, 1, 0. Енді осыны қоссақ 10.420 саны шықты. Мына жердегі әріптермен сәйкес болу керек. Біздің мақсат. Бізде сондай сан шықты. Келесі тапсырма. Қандай есептеулерді ауызша, қандай есептеулерді жазбаша орындауға болатынын анықта, өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуді тексер дейді. Бірінші, біз мына жақшаның ішіндегі амалды қарайық. 702.565-тен 702.000-ды азайтамыз. Яғни мұнда жүздік бірліктер, жүздік мыңдықтары бірдей болып тұр, бізде. Екеуін азайтсақ, бізде 565 шығады. Енді 565-ті 5-ке бөлеміз, сосын 13-ке көбейтеміз. Мына жақта баған түрінде немесе калькулятормен есептесеңдер болады, ал мыналар бізде ауызша есептей аламыз. Және ауызша есептей алатын тағы бір санымыз ол 0. 0-ді кез келген санға көбейтсек 0-дің өзі шығады. Сонда мына жерде 960.000-нан 502-ні азайтамыз. 900.502 шығады. Мына жерде де жақшаның ішіндегі қоспаяқ, сыртында уже бізде 0 тұр. Демек, мына бетті орындаймаймыз. Бұл полностью 0-ге тең. Енді 235.745-ті қоссақ, 235.745 шығады. Біз ауызша есептедік. Неке балалар, 9-шы тапсырманың жазбаша түрі. Өз жауаптармен салыстырыңдар. Бүгінгі барлық 9 есеп шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.